Пайғамбарымыз Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз айтады: "Иза мата ибн Адам янқатиғу амалуху илля мин салас" дейді. Адам баласы өмірден өткен кезде дейді, оның 3 амалынан басқа амалының барлығы тоқтайды дейді. Оқыған намазың, ұстаған оразаң, барлығы тоқтайды. Бірақ 3 амал ол тоқтамайды қиямет күнге дейін. Тіпті тірі адам істей алмайтын нәрселер барып тұрады. Адамдар қазір тірі күнінде бір жақсылық істей алмай жүр. Ал біреулер дүниеден өтіп кетсе де, оған олардың амалдары жүріп жатыр Құдайдың алдында. Міне сондай бір адамдардың бірінен біз болуымыз керек. Тіпті сондай болмасақ та, сондай бір адам қалдыруға біз атсалысуымыз керек. Міне адам баласы дүниеден өтсе, бүкіл амал тоқтайды, 3 амалынан басқа дейді. Садақатун жария дейді. Бірінші, ол адамның бұл дүниеде жасаған жария садақасы. Алла үшін жасаған, салған медресесі, мешіті. Ау уаладун ау илмун юнтафау бих. Немесе артында бір ілім қалдырса дейді, адамдар одан пайдалатын дейді. Ау уаладун салих ядғу лаху дейді. Немесе ізгі ұрпақ қалдыру дейді. Артынан дұға етіп тұратын дейді. Міне адам баласы осы 3 нәрсені қалдыру керек артына. Ең болмаса бірін қалдыру керек. Міне әрбір мұсылманның, әрбір жұмырбасты пенденің артында қалатын із осылай болу керек. Сен өзің ғалым болмасан да, бір адамды оқытып ғалым қылып кет. Соның оқуына, соның жәрдемдес. Ертең оның таратқан ілімінің әрбір ісі саған жетіп тұрады. Балаңды солих қып қалдыр, ізгі жан қып қалдыр. Құран жаттаған бір қары болмаса да, адамның ала жіпін аттамайтын, ешқашан өтірік айтпайтын бір ізгі жан қып қалдыр. Кішіпейіл, рахымды қылады. Елінің, жерінің қамын ойлайтын қып қалдыр. Ау садақатун жария дейді. Қолыңнан келгенше Алла жолында жұмсалған, ол халықтың игілігіне жұмсалған нәрсенің барлығы ол садақа жария. Ең болмаса мына жанымыздағы медресенің бір кірпішін сатып әкеп берейікші, 15 теңге ме, 20 теңге. Болмаса 10 кірпіш сатып алып келейік. Міне садақа жария деген сол. Шарт емес сенде миллиард ақша болу. Міне сол ғалым дүниеден өтсе де, артында осы қияметке дейін, күнге дейін барып тұратын 3 амалы қалды. Жария садақасы, халық пайдаланатын ілімі, кітаптары, еңбектері, уағыз насихаттары және артынан дұға етіп тұратын балалары. Тірі жүріп бұны істей алмайтын адамдар бар. Тірі жүргенде. Ал бір адамдар дүниеден өтіп кетсе де, Құдайдың алдында сауап алып жатады міне. Сондықтан міне біз қолымыздан келгенше осы 3-і бірдей болмаса да, бірі қалсыншы деп біз әрекет етуіміз керек. Күллі имрин бима касабат рахин дейді. Құранда айтады, әрбір адам өзінің істелген нәрсесіне жауапты дейді. Бір кісі мешіт сап жатқанда қасында жүрген едім дей алмайсыз. Ол салған адам алады оның сауабын. Сондықтан әрбіріміз осы 3 нәрсенің бәрі болса әрине нұр үстіне нұр, ең болмаса да жаңағы бірін қалдыруға. Сондықтан өмір біреуге ерте, біреуге кеш. Бірақ ақылы бар, түйсігі бар адам осындай артында із қалдырады. Сондай біз із қалдыра алмасақ та, сондай бір адамдарға қамқоршы болсақ, жәрдемші болсақ, иншалла Алла тағала бізге жеткізеді. Шарт емес ол Құран жатта, мен Құран жаттата алмадым деп. Тіпті елін сүйетін, жерін сүйетін, мұсылмандарды сүйетін, ізгі ұрпақ қалдырсаң, соның өзі ұрлық жасамайтын, қылмыс жасамайтын, пара алмайтын, қызметіне әділ етіп тәрбиелеп кетсең, сол баланың әрбір ісінің әрекеті саған барып тұрады. Міне сондықтан Алла тағала баршамызға иншалла жеңілдігін берсін. Әрқайсымызда бұл дүниеден өтеміз. Құдай біздің қарамайды. Ой, мынаның бітпей қалған шаруасы бар. Ораз имамның тауыспай жатқан, әлі бітіре алмай жатқан медресесі бар деп қарамайды бізге. Ажал келді ме? Ой, ананың 3 баласы бар, жас. Ол әлі жаңағы оқу керек. Ол әлі нұр мұбаракта, әлі оны бітіру керек. Жоқ. Әркімнің өз тәм тұзы таусылады, сол күні дүниеден өтеді. Ешкім оны күтпейді. Сондықтан Омар радиаллаху анху не деді? Ертең өлетіндей ғибадат етіңдер деген.
мәңгі өлмейтіндей қызмет етіңдер деген. Мәңгі өлмейтіндей ұрпаққа, халыққа, елімізге, осы тәуелсіз мемлекетімізге қызмет етуіміз керек, әрқайсымыз. Ал мәңгі ертең өлетіндей ешбір жақсылықты, құлшылықты кешіктірмеуіміз керек. Мен тахажжудты келесі аптадан бастайын деп жүрмін. Келесі аптадан бастап, келесі 2017-тен бастап ай сайын түскен зарплатымнан садақа беріп, мүмкін жетпей қалатын шығарсың. Сондықтан ертең өлетіндей құлшылық етің. Бір ізгі істі көрдің ба, соған мұрындық болуға тырыс деген сөз ол. Тырыс. 20 теңге тапсаң да соның 1 теңгесін Алла жолына жұмса. Міне ол да садақа түжер. Бір лампышкесі жанып кетті ме, ешкімге келдірмей келді, ауыстырып қой. Ол да садақа түжер. Әл-ғилмун юнтафағу бих. Бір адам діни кітап шығарма, сен көмектес. Сол кітаптың оқыған тарауын бәріне сен себепкер болсың ілімнің тарауына. Ал валадун солих, ең болмаса да сен жаңағы балаңды тәрбиелемесең де бір шәкірт шығарып, оның жол қаражатын көтеріп оқытсаң, ол саған ертең дұға етіп тұрады. Дұға етіп тұрады. Сонда міне көрдіңіздер ме? Алла тағала баршамызды артымызда бір ізгі іс қалушылардың қатарынан болуда Алла тағала рахметсін. Міне өмір деген сол. Ғалым боласың ба, басқа боласың ба, Алла күтіп тұрмайды ажал ешкімді. Әрқайсының өзін жазылған дәм тұзып таусылған күн белгілі. Сол күнде бәріміз де кетеміз. Бірақ кету ол мақсат емес. Сен қалайсың ба, қаламайсың ба, кетесің. Ол ақиқат. Кім болу бол? Бірақ сол кетер жаққа дайындықпен бару, міне мақсат сол. Мақсат сол. Мақсат мешіттен қалай шығуды емес. Шыққаннан кейін естеймін деген нәрсе бар. Қайда барамыз? Сондықтан біз әрқайсымыз қысқа ғана ғұмыр амал етіп қалуымыз керек. Бұл мүмкіндік қой. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.